Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, ауызда еритін ерекше түрік тағамын дайындайтын боламыз. Кешкі асқа өте тойымды тағам. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен орташа мөлшердегі бір пиязымызды ұсақ төртбұрышты кубоктарға бөліп турап аламыз. Мінекей барлық пиязымызды турап алдық. Ендігі кезекте бір орташа мөлшердегі сәбізімізді алып, үккіштен жіңішке етіп өткізіп аламыз. Достар, бұл тағам түрлі көкөністерден, еттен тұрғандықтан өте пайдалы, тойымды. Егер де қуырғанды қалайтын болсаңыздар, бұны біз бір рет қуыратын боламыз, етін отдельно. Оны алдағы уақытта көресіздер, сондықтан міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Кейіннен духовкада пісіретін боламыз. Енді достар, қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, пиязымыз бен сәбізімізді бірге асықпай қызарғанша қуырып алатын боламыз. Осы видеоны соңына дейін қарап, үйлеріңізде кешкі асқа жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріп, төмендегі комментарийға өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Достар, менің қазақша контенттегі рецепт видеоларымды қолдап, 1000 подписчикке жетуіме көмектесіп, подписаться етулеріңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Мінекей осылайша барлық ингредиенттерімізді қызартып қуырып аламыз. Келесі кезекте капустамыздан 250 грамм алып, оны бірнеше бөліктерге бөліп, жіңішкелеп турап алатын боламыз. Сіздерге айта кететінім, егер де жас капуста болса, жас капустаны қолданған кезде өте дәмді болып шығады. Менің жаңадан шыққан рецепттерімді бірінші болып көргіңіз келсе, төмендегі қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Табамыздың шетіне пиязымыз бен сәбізімізді жинап, ортасына капустаны қосып қуырып жатырмын. Маған осылай етіп қуырған ұнайды. Мінекей достар, нәтижесінде осылай қып-қызыл болып шығады. Енді барлық ингредиенттерді бір-біріне қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. 500 грамм фарш қажет болады. Фаршымызға 0,5 чайный ложка кориандр қосамыз. 1 чайный ложка тұз қосатын боламыз. Енді барлық ингредиенттерімізді дұрыстап, әдемілеп араластырып аламыз. Видеодағыдай мөлшерлеп қарабұшымызды қосамыз. Мінекей біздің барлық ингредиенттер қосылған, фаршымыз дайын. Енді осы фаршымызды бір формаға келтіріп, дайындап, тізіп аламыз. Мен ұзынша сопа қылып дайындадым. Достар, бұл түрік тағамымыз өзіміздің жасап жүрген ленивый капуста тағамына ұқсас, бірақ біраз айырмашылықтары бар. Өздеріңіз видеоны көре отырып білесіздер. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер осы рецепт бойынша.
Майымызды қызып тұрған майымызға дөңгелек котлеттерімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Екі жағын аудара отырып, қызарғанша қуырып аласыздар. Мінекей достар, котлетіміз осылай қуырылып шықты. Келесі кезекте бізге 3 помидор қажет болады. Помидорларымызды ортасынан бөліп, үккіштен суынан ажыратып өткізіп аламыз. Бізге тек помидордың ішіндегі соғы ғана қажет, ал сыртындағы қатты бөлігі керек емес. Осы помидорымыздың үстіне 2 бас чеснокты ұсақтап турап, помидорымызға араластырамыз. Келесі кезекте сәбізімізді алып, үккіштен өткіземіз және жарты пиязымызды 4 бұрыштап, кубоктарға бөліп турап аламыз. Табамызды қыздырып, май құйып, пиязымыз бен сәбізімізді, томатымызды барлығын қосып, араластырып қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Бұл бізге соусты жасау үшін қажет. Бізге 5 қасық сметана қажет болады. Кішкене тұз саласыздар, қара бұрыш саласыздар. Әбден араластырып қуырамыз. Енді біз сметанамызды алып, салып араластырамыз. Соусымызды араластырып, кішкене су тартылғанша бұрқылдатып 5 минуттай қайнатып аламыз. Мінекей дайын болған соусымызды фарштың үстіне әдемілеп тізіп шығамыз. Фарштың астына мен пергаментный қағаз төседім. Егерде сіздерде ондай қағаз болмаса, сұйық майды жұқалап жақсаңыздар болады. Піскенде өте дәмді, сочный болып шығады. Достар, егерде сіздерге менің видеом ұнаса, міндетті түрде подписаться етіп, лайк басып, өз ойларыңызды комментарийға қалдыра кетіңіздер. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Менің жолдасым мен ұлымның сүйікті асы. Мінекей, енді осы асымызды 190 градуста 35 минутта пісіріп алатын боламыз. Ал мінекей достар, біздің көз тартарлық өте дәмді, иісі мұрынды жаратын ерекше түрік тағамымыз, котлеттеріміз дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер, бағасын беріңіздер.